Сәлеметсіздер ме? Баршаларыңызға менің есімім Перизат болады. Мен 5 жылдық тәжірибесі бар интим тренер және де диетолог маманымын. 5 жыл ішінде мен 10 мыңнан астам қыз-келіншекке наули жаттығуын үйреттім. Олар наули жаттығуын үйрену барысында запордан арылды, артық салмақтан арылды, геморройын кетірді және де босанғаннан кейін тез қалыпқа келуге көмектестім. Жалпы ханымдар, запор дегеніміз бұл үлкен дәреттің тежелуі. Яғни ересек адам күніне нормамен 1-2 рет үлкен дәретке бару керек. Егер сіздерде осы күнделікті 1-2 рет үлкен дәрет болмаса, ол запордың алғашқы белгісі болып табылады. Одан бөлек, егер сіз күнделікті үлкен дәретке барасыз, бірақ үлкен дәретке барған кезде көшеніп, қиналып, және де нәжісіңіз қатты болып шығатын болса, бұл да бір запордың ең алғашқы белгілерінің бірі болып табылады. Мен сіздерге бұл видеода запордан арылудың ең тиімді жолдарын айтатын боламын және де тегін жаттығу беремін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ханымдарым, біз запор неден пайда болады, соның негізгі себептеріне тоқталайық. Жалпы бірінші себеп ол өттің толуы. Егер біздің өт толып қоюланатын болса, ол ақырындап тасқа айналады. Ал сол толған өтті, қоюланған өтті сіздер ешқандай дәрі-дәрмексіз табиғи түрде сұйылта аласыздар. Ол үшін сіздерге күнделікті вакуум, агнисара, наули практикаларын жасау керек болады. Яғни ешқандай дәрі-дәрмексіз табиғи түрде өтіңізді сұйылтқыңыз келсе, осы практикаларды жүйелі түрде жасайтын болсаңыздар, сіздер кәдімгідей өттеріңізді сұйылта аласыздар. Егер біздің өтіміз толған болса, сіз қанша жерден витамин ішсеңіз де ол ағзаға сіңбейді. Ағзада паразиттер көбейе бастайды. Сондықтан да менде өт қоюланған деп оған бей-жай қарауға болмайды. Менің өзімнің практикамда болған қыздар, өттері толған қыздар осы жаттығуды жасау барысында өттері сұйылған және де оны медициналық түрде дәлелдеген. Запордың пайда болуына әсер ететін келесі фактор ол ленивая кишечник, немесе жалқау ішек деп аталады қыздар. Жалпы біздің ішегіміз өте белсенді түрде жұмыс жасауы керек. Себебі ағзадағы бар мұсыр сол ішек арқылы сыртқа шығарылып отырады. Ал егерде біздің ішегіміздің жұмысын нашарлайтын болса, онда әрине нәжіс ішектен шығуы қиындайды да, нәжіс ішекте жиналып ішекте түрлі трещиналар пайда болады, ағзаның интоксикациясы болады. Яғни ағза өздігінен токсиндермен улана бастайды. Міне осы процесс кезінде көбінесе біздерде түрлі тері аурулары пайда болады. Одан бөлек ішек үнемі ластана беретін болса, онда ол ақырғы соңы онкологиялық ішек рагына алып келіп жатады қыздар. Және де осы жерде бір нәрсе айта кетейін, егер сіздердің ішектеріңіз дұрыс жұмыс жасамайтын болса, яғни жалқау ішек болатын болса, оның жұмысын жақсарту үшін оған физиологиялық тұрғыда оған әрекет жасау керек. Яғни физиологиялық тұрғыдағы әрекет бұл әрине ол жаттығу болып саналады. Именно осы ішекке жасалатын ең керемет жаттығулардың бірі ол біздегі наули техникасы болып табылады. Себебі наули техникасын жасаған кезде біз ішекте прямой түрде самомассаж эффектісін береміз. Ал самомассаж эффектісін алған ішек оның жұмысы белсендіріледі, ол қалыпты деңгейде жалқау болып тұрған ішегіміз ақырын өзінің есін жинап, белсенді түрде жұмысын атқаратын болады. Запордың пайда болуының келесі бір себептері ол дұрыс емес тамақтану, үнемі қою тамақ, фастфуд өнімдерін, ұн тағамдарын, тәтті тағамдарды жиі пайдалану болып табылады ханымдар. Егер сіздер осы тағамдарды жиі пайдаланатын болсаңыздар, ол ағзада түскен тағам біздің ішекке барып пресстеледі, нәжіс пресстеліп жаңағыдай запорды туындатып жатады. Сондықтан да бұл жерде қою тағамдарды, ұн тағамдарын тежегендеріңіз дұрыс. Бірақ қыздар, бұл тағамдар біздің ағзада толық қорытылмай қалып жатады. Яғни асқазан оны толық қорытуға оның күші жетпей жатады. Ал егерде біз асқазанға қосымша көмек беретін болсақ, яғни оған қосымша ретінде жаттығу жасайтын болсақ, именно соның ішінде бізде агнисара дыхаути деген жаттығу бар. Сол жаттығу асқазанның жұмысын 2 есе белсендіреді, тамақтың қорытылуын жақсартады қыздар. Егер және де сол тамақтың қорытылуы жақсарған кезде ол ішекте жиналған жаңағыдай біздің нәжістің сыртқа шығуына барынша оңай жағдай жасайды. Егер сіздер үнемі сол фастфуд өнімдерін қолданатын болсаңыздар, фастфуд өнімін қолдана отырып бірге жаттығу жасайтын болсаңыздар, сіздерде ешқандай да запор мәселесі мазаламайтын болады. Запордан арылудың жолдары. Жалпы бізде әйелдер 80-90% именно осы әдістерді қолданады. Яғни олар ішті жүргізетін түрлі шайлар ішеді, дәрілер қолданады, және де свечалар қолданып жатады. Қыздар, біздің ағза егер сол дәрілерге тәуелді болып қалатын болса, сіз өмір бойы сондай ішті жүргізетін дәрілерді қабылдап отыруыңыз керек болады.
Ішті жүргізетін дәрілер, ханымдар, ол сіздің ағзаңызға қажетті де қажет емес те витаминдердің барлығын сыртқа шығарып отырады. Үнемі ішті жүргізіп отыратын дәрілерді қолдану, ол сіздің ағзаңызда авитаминозды тұрғызады, яғни витамин жетіспеушілігі пайда болады және де анемияны туғызып жатады. Одан бөлек үнемі ішті жүргізетін дәрілерді қолдану, ол сол дәрілерге тәуелділікті алып келеді. Яғни сіздің ағзаңыз ешқандай өзінің жұмысын атқармайды, сіз сырттан тек қана сол ішті жүргізетін дәрілерді қолдану арқылы ғана жасанды түрде сыртқа үлкен дәретке шығып отыратын боласыздар. Біле білсеңіздер, біздің иммунитеттің 80% осы ішекте қалыптасады. Яғни сіз ішті жүргізетін дәрілерді қабылдау арқылы сіз өзіңіздің иммундық жүйеңізді бұзасыздар, ханымдар. Сондықтан да ішті жүргізетін дәріні жиі қолдануға мүлде болмайды. Ол сіздің денсаулығыңызға өте қауіпті. Одан бөлек ішті жүргізетін дәрілерден бөлек көбінесе ішті жүргізетін свечалар қолданып жатады. Жалпы свечалардың да зияны бар. Неге? Себебі свечаларды астыңғы жаққа салған кезде ол ішті жиі желдетеді, жиі осыру процесі кезінде көбінесе әйелдерде күшену процесі басталады. Ал егер де жиі күшене беретін болсаңыз, ол сіздің органдарыңызды, соның ішінде матканың төмен түсуіне алып келеді. Сондықтан да бұндай әдістерді мен қолдануға мүлде қарсымын. Келесі әдістің бірі көбінесе медицинада қолданады, ол клизма жасау әдісі болып табылады. Жылына 1-2 рет қана клизма жасау, ол норма болып саналады, қыздар. Егер де жиі клизма жасайтын болсаңыз, онда сіздердің жаңағыда астыңғы бұлшықеттер, яғни анус қысқышының бұлшықетінің жұмысына сіздер зиян келтіресіздер де, яғни анус қысқышы ертең үлкен дәретті ұстап қала алмайтындай болады. Яғни сіз кішкене жел шығару барысында да сіздің үлкен дәретіңіз шығып кете беретін болады. Сондықтан да клизманы тек қана жылына 1-2 рет қана, онда да медициналық білімі бар дәрігерлер қана жасау керек. Үй жағдайында мүлде ондайды жасауға болмайды. Себебі клизма жасау барысында да сіздер ішекке вирустар, бактериялар жұқтырып алатын болсаңыздар, уже сіздерде ішекпенде түрлі проблемалар басталуы мүмкін. Келесі түрі көбінесе ол ең тиімді тәсілдерінің бірі, ол тамақтануды реттеу болып табылады, ханымдар. Егер сіздер тамаққа клетчаткалы тағамдарды көптеп қосатын болсаңыздар, клетчатка дегеніміз ол көкөністер, қыздар, көкөністен жасалған салаттар, немесе аптекада дайын клетчатка сатылады. Міне сондай өнімдерді сіз өзіңіздің рационыңызға көбірек қосатын болсаңыздар, ол біздің ішектің жұмысын белсендіреді. Неге? Себебі біздің ішек клетчатканы өте жақсы көреді. Себебі клетчатка біздің ағзаға, асқазанға түскен кезде ол толық қорытылмайды асқазанда, ол асқазаннан прямой ішекке түседі. Ішекте ол бар жидкость, яғни суды өзінің бойына жинап, ақырындап нәжістің жеңіл шығуына көмектеседі. Одан бөлек ең тиімді әдістерінің бірі ол су ішу, қыздар. Жалпы біздің ағзамыз суды өте жақсы көреді, ханымдар. Соның ішінде ішек те суды өте жақсы көреді. Сондықтан да ересек адам күніне 1,5-2 литр су ішіп отыруы керек. Одан бөлек ішектің жұмысын белсендіретін тағы да бір әдіс, ол ең тиімді әдіс жаттығу болып табылады. Сіз суды нормамен ішесіз, рационға клетчаткалы тағамдарды қосасыз, бірақ белсенділік болмаса, онда ішектің жұмысы белсенді жұмыс атқармайды. Яғни енді осы екеуін жасағаннан кейін сізге жасау керек ең негізгі әдіс, ол ішекке жеңіл самомассаж эффектісін беретін жаттығу жасау болып табылады. Ішекке жеңіл самомассаж эффектісін беретін жаттығу, ол әрине мен жаңағыдай айтқандай вакуум Агнисара Наули техникалар болып табылады, ханымдар. Бұл техникаларды жасаған кезде сіз өзіңіздің ішегіңізге, іш бұлшықеттеріне, ішегіңізге, ішкі органдарға жеңіл массаж эффектісін бересіздер. Бұндай массаж эффектісін сіздерге ешқандай массажист және де ешқандай мануальный терапевт те жасап бере алмайды, ханымдар. Яғни мен сіздерге ұсынатын ең негізгі тиімді 3 әдіс, ол рационды дұрыстаңыздар, дұрыс суды көбірек ішіңіздер және де вакуум Наули Агнисара техникаларын күнделікті орындап отырыңыздар, ханымдар. Жалпы, ханымдар, Наули практикасын жасау тек қана сіздерден запордан ғана артылып қоймайды, ол әйел ағзасына өте пайдалы техникалардың бірі болып табылады. Жалпы бұл техниканы күнделікті сіз жасау барысында сіздің бірінші кезекте
іш қатудан арылатын боласыздар. Екінші кезекте сіздің энергияңыз артатын болады. Үшінші кезекте органдардың төмен түсуін алдын аласыз. Соның ішінде матканың, яғни жатырдың төмен түсуінің алдын аласыз. Төртінші кезекте ханымдар, ол ағзаны табиғи түрде тазалайды. Бесінші кезекте сіздің либидоңызды көтереді, яғни құштарлығыңызды артады, сезімталдығыңызды көтереді, гормондардың жұмысын реттейді. Кімдерде гормондарға тәуелділік бар, жаңағыдай үнемі гормоналды дәрілерді қабылдап отыратын ханымдарға міндетті түрде бұл жаттығуды жасау керек, себебі бұл гормондардың жұмысын белсендіреді. Одан бөлек женский жақтағы түрлі проблемалардан да арылуға көмектеседі. Мысалы, егер сізде үнемі ауырсынып келетін етеккір болса, етеккірдің алдын ауырсынусыз келетін болады, және де ерте климакстың алдын алатын боласыздар. Былайша айтқан кезде, ханымдар, сіздер бір оқпен бірнеше қоянды ататын боласыздар. Ханымдар, әйелдердегі іш қату, яғни әйелдердегі созылмалы іш қату олардың денсаулығына өте қауіпті. Неге? Себебі үнемі іш қатумен жүретін әйелдерде жатырдың төмен түсуіне деген риск өте жоғары болады. Қарасаңыздар, мысалы, ішекке жиналған әрбір кал ол барады да қынаптың артқы қабырғасына салмақ түсіріп, қынаптың артқы қабырғасын төмен түсіреді. Және де үлкен дәретке барған кезде, үнемі күшеніп шыққан кезде, сіз әр күшенген сайын өзіңіздің маткаңызды төменге қарап итеріп отырасыздар, қыздар. Осылайша қолдан опушение, яғни жатырдың төмен түсуін тудыртып алдырып жатасыздар. Одан бөлек, үлкен дәретке барған сайын ол ауырсынады, ол жер қанайды, ол жерде тағы да геморройдың пайда болуына алып келеді. Яғни бір проблемадан бір проблеманы тағы да тудыртып отырасыздар. Егер сіздерде запор кететін болса, геморрой кетеді, геморрой кетсе, матка өзінің орнында болады, және де сіздерде үлкен дәретке бару ондай ешқандай да ауырсынусыз болмайды. Ханымдар, менің Наули марафонына қатысқан қыздар екінші күні ақ олар үлкен дәретке жеңіл және де жұмсақ түрде барады. Себебі олар ішектің жұмысын белсендіретін арнайы жаттығулар жасайды, және де мен олардың ішектердің жұмысын жақсартуға арналған тағы да қосымша смузи рецепттерді беретін боламын. Егер сізде іш қатудан біржолата арылғыңыз келсе, Наули марафонына жазылыңыз. Наули марафон туралы толық ақпарат алғыңыз келсе, осы WhatsApp номеріне өтсеңіздер болады. Ханымдар, сіздерге уәде етілген келесі жаттығуымыз бұл бізде вакуум практикасы деп аталады. Бұл жаттығуды тек қана азанда аш қарынға ғана жасайсыздар. Тамақтанып болғаннан кейін мүлде жасауға болмайды. Бұл жаттығуды жасаған кезде бұған ең басты назар аударатын нәрсе бұл дұрыс позаны табу. Яғни дұрыс позада жасау ең маңызды нәрсе. Қараңыздар, біз аяғымызды осылай иық деңгейінде ашамыз. Қатты ашуға болмайды, тек иық деңгейінде иыққа параллельно түрде ашасыздар. Сосын қыздар кішкене тізені бүгеміз, екі тізені кішкене бүгесіздер, алдыға қарап, қолымызды сол тізенің үстіне қоясыздар. Барынша бар салмақты қолдан аяққа түсіресіздер. Арқаларыңыз түзу тұрады. Арқаны былай ішке қарап қайыстыруға немесе жоғары қарап тартуға мүлде болмайды. Арқа осындай түзу бір жазықтықта болады. Бар салмақты қолдан аяққа түсіресіздер. Яғни сіздердегі дене бос болу керек. Тек напряжениенің барлығы сізде тек қолда және де аяққа ғана түсіп тұру керек. Енді мұрынмен тыныс аламыз, ауызбен толық ауаны шығарып тастаймыз. Шығарған кезде деп толық ауаны барынша шығаруға тырысыңыздар, сосын қабырға астын тартасыз. Яғни ішті тартқан кезде қыздарына кіндік тұсын артқы омыртқаға емес, тек қабырға астын ғана жоғары қарап тартасыздар. Вот сол кезде сіздер ішкі органдарды жоғары көтеретін боласыздар. Ал кеттік, ауаны толық шығарамыз. Қабырға астын тарттық. Қабырғасын тартқан кезде қараңыздар қыздар, осылай біздің ішіміз қабырғаның астына толық кіреді, біздің қабырғамыз анық көрінетін болады. Міне, ішіміз барынша бос қыздар. Ақырын ішімізді босатамыз, сосын толық тыныс аламыз. Міне тура осылай жасалынады. Яғни бұл вакуум практикасының дұрыс жасалу жолы болып табылады. Ауаны шығарған кезде қыздар тек қана қабырғасын ғана тартамыз. Іш кіндік тұсын мүлде тартуға болмайды. Қайтадан көрсетемін. Осылай рыбака позада тұрамыз. Мен әдейі сіздерге іштің тартылғанын көрсету үшін тік тұрып көрсеттім. Сіздер осы рыбака позада тұрып қана жасайсыздар. Новичоктарға денені көтеріп алып жасауға мүлде болмайды. Себебі іш бұлшықеттері қосылып кетуі мүмкін. Сондықтан да бізге пресс бұлшықеттері қосылмасы үшін біз осы рыбака позада тұрамыз. Сол кезде сол позада біздің ішіміз барынша бос болады. Міне терең ауаны шығарып ішті тарттым. 10 секундтай тартып тұрасыздар ішті. Сосын ақырын ішті жібересіздер де мұрынмен толық тыныс аласыздар.
қайтадан жасаймыз. Ауаны толық ауызбен трубочкамен секілді толық шығарамыз, ауызды мұрынды жауып қабырғасын тартамыз да, міне. Көрдіңіздер ғой? Осылай іш қабырғаның астына қарай кіреді. Осылай жасаған кезде біз ішкі органдарды жеңіл түрде жоғары қаратып тартамыз, және де осы жаттығуды жасау барысында ішекке де жеңіл массаж жасалынатын болады. Бұдан да күрделі жаттығу бізде наули практикасы деп аталады. Наули практикасын қыздар, ол жаттығуды біз наули марафонында ғана үйренеміз. Барлық қызда бірдей вакуум практикасы бірден 100% шықпайды. Неге? Себебі олар бұрын ағзасы бұндай әрекеттерді жасамағынан кейбір ханымдардың ағзалары бұндай әрекетке дайын болмай тұрады. Ондай кезде біз қосымша жаттығулар жасауымыз керек. Кейбір қыздардың диафрагмалары спазмдалған болады, мүлде қабырғасы ашылмаған болады. Ондай ханымдарға да арнайы жаттығулар беріледі. Ол жаттығулардың барлығы менің наули марафонымда ғана беріледі. Себебі сол жаттығулар жасау барысында біздің диафрагмамыз ашылады, және де біз қабырғасын толық тарта алатындай боламыз. Кейбір қыздар вакуум практикасын жасаймын деп қабырға астын емес, керісінше кіндік тұсын артқы омыртқаға қарап тартып тұрады. Ал ол өз кезегінде өте зиян. Неге? Себебі сіздер олай жасайтын болсаңыздар, органдарды жоғары көтермейсіздер, керісінше органдарды сығып, оларға зиян келтіресіздер. Соның әсерінен ертеңіне вакуум жасайын десеңіз, ішіңіз, маткаңыз және де яйшіктеріңіз, яғни аналық жұмыртқаларыңыз ауырсынып тұрғанын байқайсыздар. Жалпы ханымдар, вакуумды бірден вакуум практикасынан өтпеу керек. Неге? Себебі ағзаны соған дайындау керек. Оған арналған арнайы диафрагманы ашуға арналған жаттығулар жасау керек, қабырғасын тартуға арналған арнайы жаттығулар жасау керек, және де қабырға астын сезгеннен кейін ғана барып, ақырында бұл жаттығуды жасайтын болсаңыздар, сіздерде бұл жаттығу 100% шығады. Егер сіз осы вакуум практикасын, наули практикасын 100% меңгергіңіз келсе, менің наули курсыма жазылыңыздар. Сол курста сіздер бұл практикалардың барлығын толық меңгеретін боласыздар.